Балалар, сәлеметсіңдер ме? Бүгін 69-шы сабақ. Бүгінгі тақырып қошақаны қойдың. Бүгінгі сабақта мақал-мәтелдерді түсіндіресің. Жұмбақтар мен мақал-мәтелдерді ажыратасың. Бірінші тапсырма: төрт түлікті ата. Төрт түлік балалар: түйе, жылқы, қой, сиыр. Төрт түлік қазақ халқының жесе азығы, кисе киімі, мінсе көлігі болған. Сондықтан халық оларды ерекше құрметтеп жыр арнаған. Екінші тапсырма: мақал-мәтел мен жұмбақты ажыратыңдар. Мал өсірсең қой өсір, өнімі оның көл көсір. Мақал-мәтел: кішкентай ғана бойы бар, айналдырып киген тоны бар. Жұмбақ: қойдың сүті қорғасын. Мақал-мәтел: қойдай қоңыр, қозыдай момын. Жұмбақ: шапанымда тонымда, атам соның соңында. Бұл да жұмбақ екен балалар. Келесі үшінші тапсырма: халық шығармасын түсініп оқы. Қой: қорасында маңыраған, қозы сымын жамыраған, қозысынан айырылса, қоймай ұзақ аңыраған. Аппақ қою сүті бар, ақ шағала құрты бар, ақ тілі қой жаны бар. Төртінші тапсырма: жырды және мақал-мәтел мен жұмбақты пайдаланып қой туралы әңгімеле. Төрт түліктің ішінде қой малы басқаларына қарағанда ерте қолға үйретілген екен. Қой аласа бойлы, жұмсақ жүнді үй жануары. Қойдың төлі қозы деп аталады. Қой көшпелі қазақтардың кисе киімі, жесе тамағы, оның тұрмыстағы пайдасы көп. Шөпті де аса көп талғамайды. Қазақ халқы қой малының еті, уызы да, сүті бал, жүні жібек, елтірісі алтын деп атаған. Келесі бесінші тапсырма: қойдың пайдасы туралы кестеге сүйеніп жаз. Жүннен жасалатын заттар: шапан, көпшік, байпақ, жіп. Терісінен тон, сөмке, бас киім. Сүтінен әзірленетін тағамдар: айран, сүзбе, қаймақ және құрт.